жақсылықта және тақуалықта некедегі бір мақсат жәрдем беріп тұру керек. Яғни Құдайға разы қылатын амалдарда бір-біріне жәрдем беріп таң намазына тұра ғой деп. Тұра алмай жатыр ма, бір-екі жеріне массаж жоқ, тошкілерін баш-баш жіберді деген сияқты. Бір-бірін мысалға еркегі тұрса әйелін оятып, әйел тұрса еркегін оятып деген сияқты. Мүмкін тағашты оқитын отбасылар бар. Жаңа өткенде бір отбасын айтып жатырмын ғой. Біз өзіміздің семьямызбен отырып 100 салауат айтпайынша ұйықтамаймыз дейді. Бұл деген таза бақыт қой негізі. Бір-біріне негізі жәрдем беру. Осы ғой жәрдем. Тақуалыққа жәрдем беру деген осы. Күйеуі бір садақа, мешіт салайын деп жатыр. Өзіміздің жағдайымыз қалай болады деген сияқты не қылмай, бисмилля, Алла ризық береді, сен сала бер. Иншалла, біздің де жәннаттан бір үйіміз болсын ертең. Дейтіндей болу керек қой. Осындай бір-біріне жәрдем беретіндей болу керек екен. Керісінше мынау жақсылық істеймін, мынау үйінен тартып, артынан тартып, не істейсің оны, не қыласың оны, өзіміз мынадай болып өзің проблемаң қашып бітіп еді сен. Адам проблемасы қашан бітіп еді өзі? Ешқашан біткен жоқ қой. Өлген адамда ғана ғой проблема. Өлген адамның проблема жоқ, оның екінші проблемасы басталады. Басқа жақтан.